театр мен киноны қатар жақсы көруге болмай ма? Екеуіне де адал болып қызмет етуге болмай ма? Келмейді. Қазіргі қарны аш, жұмысы жоқ, қазып тозып жүрген жастардан қандай патриотизмді көресіз? Сіздің пікіріңізді тыңдап отырсам, бүкіл қазақ өзінің тамырынан ажырап, бәрі бір қаралы түске боялған сияқты. Ол неге мойындамайсыз? Тағы ақтап алғыңыз келіп отыр ма? Бесіктен бұрын әйелдің қалын сөз дейді. Бүгінгі біздің әйелдеріміздің қалы қандай? Біз осы бір 30 жылда ешқандай ұлттық идеологияны қалыптастыра алған жоқпыз. Армысыздар, сіздермен ұлттық идеология және жобасы, және бүгін кезекті шығарылымымызды назарларыңызға ұсынамыз. Біздің бүгінгі қонағымыз белгілі актер Бекжан Тұрыс. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Енді біздің жобаның тақырыбы идеология болған соң, әңгімемізді осы ұлттық идеологиядан бастасақ. Сіз үшін ұлттық идеология деген не? Бізде өзі ұлттық идеология деген идеология бар ма өзі? Біз қалыптастыралдық па сол идеологияны? Рухы жаншылған елдің идеологиясы бола ма өзі? Біздің рухымыз жаншылық болған ғой. Біз осы бір 30 жылда ешқандай ұлттық идеологияны қалыптастыра алған жоқпыз. Осының бәрі ұлттың бойынан кетіп қалған. Мен кешегі анау кеңестер кезін аңсап отырған жоқпын. Ол кезде кәдімгідей бір патриоттық жалын бар еді. Ол кездегі тіпті әрбір мультфильмге дейін қала патриот болудың жолын үйретеді. Мен ол бір кезде аңсап отырғаннан емес, жалпы айтып отқан. Бізде мынау экономикалық жағына көп көңіл бөлді, идеологиямыз артта қалып қалды. Ал идеология деген сіз айтқандай ол бір күнде қаулы шығарып, қарар қабылдап, сабынан ұстата қоятын саптаяқ емес. Оның тамыры тереңде жатыр. Айталық бесік. Кешегі бесік әлдейін айтатын аналарымыз қазір бар ма? Сол бесіктен басталады ғой. Мұхтар Әуезов бекер айтқан жоқ қой. Ел болам десең бесігіңді түзе дейді. Бесік жыры қандай еді? Одан кейінгі мынау есейген кездегі әжелердің ұрпағын балаларын елтіп отыратын ертегілері, жыр дастандар, қазақтың дуалы сөздері, сол кездегі мынау көп өлеңдердің бәрі сол идеологияға жазылған еді. Ол деген нағыз сол қайнар көз еді ғой. Ерлікке, адамгершілікке, батылдыққа тәрбиелейтін. Қазір шындығы керек, баяғыда демей қойып, бұрындар әр қазақтың үйінің төрінде тұратын бесікті қазір байқамайсыз. Бесік жырын айтып отырған мен ананы әлі көрген жоқпын, өзім барып жүрген жерде. Бар шығар, бірақ мен өзім көрген жоқпын. Ал енді бесік деген нені білдіреді? Бесік деген біздің ұлтты, ұрпақты бағып қағудың, ұятты қалыптастырудың, намысты тәрбиелеудің ұлы құндағы емес пе? Мен тамыры әрі тереңде деп жатқаным сол біздің идеологияның. Біз енді қазір бізде тек бәрі ұран. Жаңағындай патриоттық әңгімелер айтылмайды. Енді идеологияның бір бұтағы сол ұлтты, ұрпақты тәрбиелеу құралы ғой. Енді отансүйгіштікке бізде жаңағы біз айтып жатқан идеологияның негізгі генераторы деп айтайықшы, ол патриотизм. Ал идеологиясы жоқ елде ол қандай патриотизм? Бүгінгі көп адамның, жастардың бәрінің қарны аш, жұмысы жоқ, сенделіп жүрген. Оларға патриотизм деген нәрсе оларға айта алмайсыз. Олардың бойында ондай нәрсе жоқ. Өйткені мен жаңағы айтып жатқан біз бәрінен арыдан бастауымыз керек. Жалпы идеология деген не? Ол қайдан шықты, қайда барамыз деген сөз емес пе? Біз осыны қалыптастыра алған жоқпыз ұлттың бойында, ұлттық идеологияны қалыптастыра алған жоқпыз. Біз сол жаңа мен айтқан, қазір айтады ғой, ойбай үлкен дағдарыс келе жатыр дейді. Дағдарыстың үлкені ол жағы саяси, экономикалық, әлеуметтік дағдарыс емес. Дағдарыстың үлкені ол рухани дағдарыс. Қазір ол әлеуметтік, экономикалық дағдарыс, қиындықтар ол бәрі өтеді.
Ал рухани дағдарыс қазір, мынау рухани азғындау бүгінгі біздің адамдарды, бүгінгі ұрпақты біздің аздырып тоздыруда. Өзіңіз оны көріп те біліп те отырсыз ғой. Қазір азып барады. Адами мынау құндылықтардың бәрін ұмыттық, қалды. Бәрі құлқынның құлын ойлайды. Басқа нәрсе нәпсінің жетегінде кеткен. Осының бәрі төмен қарай құлдырау. Өз бауырынан шыққан балалар ата-аналарына жат болып, қарттар үйіне апарып өткізіп тастап отыр. Бұрын соңды қазақта, тарихында көз көріп құлақ естімеген осы бір жағдайлар қазіргі қазақтың басындағы үлкен қасірет. Әлгі қазақта сөз бар ғой, жетім қозы тас бауыры түңілерде отығар, жесір әйел жатқа құл, ол да бір отауда отырар дейді. Біз енді жарайды, кекілді жетім деген болған шығар, бірақ сақалды жетім деген де естіп едіңіз. Қазір қарттар үйіндегі. Бұндай болды ма қазақтың? Жалпы біз өзі жесірін әменгер, жетімін кемеңгер еткен халық болатынбыз. Қазір айтады ғой, жетімін жылатпайды. Бұрын қазақта ондай болмаған. Дала дәстүріндегі заң ол бөлек болатын. Біз сол дала дәстүріндегі осы бір әдемі заңдарды қалыптастыра алмадық. Соның бәрі тұнып тұрған ұлттық идеология еді. Қазір тіпті ата-аналарының өзі балаларын жетімханаға өткізіп тастап жатыр. Кешегі бала тұрмақ лақтырып, көшеде қоқысқа лақтырып кетіп жатыр ғой енді безбүйрек аналар. Ал кеше нанның қоқымын жерге тастатпайтын, соны бүйтіп сыпырып алып жеп отыратын аналарымыздың сол айшықты ізі қазір қалмаған ба дейді, ойлаймыз да. Сондықтан мен ойлаймын, бағана жаңада айттым ғой, біздің рухымыз жаншылған. Ол менің өзімнің пікірім. Рухы жаншылған елде идеология деген болмайды. Біз қазіргі ең бірінші күрес сол идеологиямен, қазір идеологиямен өте үлкен жұмыс істеу керек. Сол идеологияның жоқтығынан ғой кешегі қаңтар қасіреті. Біздің ұлтта сол идеология болатын болса, сондай нәрсе болмайтын еді. Ал қазір соған әлі де жұмыс істеп жатқан мен адамдарды әлі көрген жоқ. Болмайтын да шығар. Бұл менің пікірім. Енді сіздің пікіріңізді тыңдап отырсам, бүкіл қазақ өзінің тамырынан ажырап, бәрі жаңағы дәстүрді ұмытып, бәрі бір қаралы түске боялған сияқты. Бірақ та біздің үміт артар жастарымыз бар деген сияқты. Бір, қалай айтсам екен, бәрі осыншалықты төмен деп айтуға бола ма? Жоқ, енді мен бәрі деп жатқан жоқпын ғой. Басым көпшілігі солай ғой. Оны мойындайық. Неге мойындамаймыз? Мен жастарды қай жерде болсын ақтап аламын. Ақтап алып та жүрмін. Бірақ кейде өкінішке орай қазір көшеге шығыңызшы, мектептің жанынан, бір университеттердің жанынан өтіңізші. Біздің кілең қазақтың қара көздері. Ауыздарынан жаңағы балтаматын тілден ус орғалатып, қазақша, орысша маттар ақтарылып, қазақ ибалықпен адам иманшылық жалаңаштанып тұрғанын көресіз. Ал жаңағы сіз айтып жатқан жастар, ондай ақылды жастар бар, біз енді сол сенетін. Олар бірақ көп емес, аз. Мен өз басым олармен жиі кездесу өткізіп тұрам, олар мені кездесуге шақырып тұрады осы ұлт төңірегінде. Мен өзім ылғи айтып жүрмін ғой, қазір жаңа тамыры арада жатыр дедім. Қазір қарасаңыз өзі біз алты бақан алауызбыз, басымыз бірікпейді қазақ. Неге бірікпейді? Мен осыны ойладым, өйткені мен ұлым саған айтам деген өзімнің кешімде де айтқан болады. Менің шешем мысалы немерелерінің кіндігін перзентханадан сұратып алатын. Сұратып алып топыраққа көметін. Көміп жатып адам туған жерінде деп күрсініп қоятын. Ал қазір қараңызшы, қаншама сәби перзентханада туылды. Солардың кіндігін кімдер кесті? Менің кіндігім қайда тасталып жатыр? Әрине сұрауы жоқ, құны жоқ, қан жыңғырлас құрдымға кетіп жатыр. Қан жыңғырлас құрдымға кеткен сол бейкүнә сәбилердің ертеңіне не болмақ? Тағы да болжаусыз болашақ па? Осының бәрін ойланам да, бесікте жеңіл өмірді табыттай ауырлатып алып жүрген өзіміз. Ал біздің кешегілердің, ұлылардың ұлағатында мынандай сөз бар. Кіндігін туған топырағына байлап, бақидың жолын бағыштаған бабалар ырымында ұлт болып үйісудің, жұрт болып жұмылудың, халық болып қайраттанудың бар пәлсапасы жатыр дейді. Неге пәлсапа осыны жасай алмай жүрміз?
Өйткені жаңағы кішкентай бір ғана нәрсені мен айттым. Біз кіндігіміздің өзін далаға тастап отырмыз да. Оны иттер кеміріп отыр. А сонда болашақ не болмақ, жағы мен айтып жатқандай, осыны ойланып көрдік па? Ал жаңа мен айттым, иә, жастар бар, бірақ қазіргі қарны аш, жұмысы жоқ, қазып тозып жүрген жастардан қандай патриотизмді көресіз? Иә, көзі ашық азаматтар жоқ емес бар, мен олармен жиі кездесіп тұрам. Соларға қараған кезде болашақтың, қазақтың болашағы бар екеніне сеніп тұрасыз. Ал көшеге шыға қалған кезде жағындай басын өз тілін менсінбейтін, өз тілінде сөйлемейтін, жағы өз емшегін өзіне өгей қылып жүрген біздің үлкен азаматтарымызды да, замандастарымызды да, қарындастарымызбен балаларымызды көрген кезде жүрегі ауырады. Бұл шындық. Шындық ашылау болуы мүмкін, сізге де қаттырақ тиюі мүмкін. Ол күнделікті мен өзім өмірде көріп жүрген нәрсе. Көлгірсіп, көп сөйлеп, оны қайтем айтып. Иә, қазіргі қоғамда жүрек ауыратын нәрселер көп, дүниелер көп. Бірақ менің айтарым, менің сұрап отырған дүнием, қалай енді осыны дұрыс жолға қоюға болады? Қалай осы идеологияны қалыптастыруға болады? Оның жолы қайда, тетігі қандай? Соның жолын мен жаңа сізге айттым ғой. Оның бір бұтағы. Бүгінгі ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеуіміз керек. Қалай тәрбиелейміз? Қалай? Біз ұлттық тәрбиенің тізгінін босатып алдық қой. Босаттық, ұмыттық. Бәрі тәрбиеге кеп тіреледі. Мысалы, сіз айтып жатсыз. Бүгінгі, мысалы, ұлт деген енді сол идеологияның шайқалмас бір шаңырағы деп айтайықшы. Өйткені оның бір уығы мемлекеттік идеология болса, екінші уығы ұлттық идеология болу керек. Ұлттық идеологияны мен сізге жаңа айтып бердім. Ал мемлекет тарапынан қандай сіз маған қоясыз? Мен сізден сұрауым керек бұны. Неге? Сіз жоғарыда отырғандардан сұрадыңыздар ма? Бүгінгі жағы кешке дейін ұрандап отырған, тек қана осындай болу керек деп сөздері көп, істері жоқ. Осыларға біз айта білуіміз керек. Енді қазір әлеуметтік желіде бар шығар, сол жерде есті адамдардың бәрі жазып жатыр ғой, мына осы идеология жөнінде, қалай қалыптастыру жөнінде, оның тамыры терең екенін біз айтып жатырмыз. Анау мектептен, балабақшадан бастайық. Жолы деген сол. Жаңа мен айттым ғой, қайдан шықты, қайда барамыз деген адамда сұрақ болу керек. Тарихи шындықты көру үшін, тарихымызды тану үшін, өзімізді тану үшін, өзіміздің тамырымызға қайтып оралу үшін құрал болатын бір үлкен сала, ол өнер саласы. Өнер саласы идеологияға қалай әсер ете алады? Оның ішінде, мысалы, театрды айтсақ. Театрдан осы тарихымызды көруге бола ма, рухымызды оятуға бола ма? Және де театр белгілі бір идеологияға қызмет етіп жатыр ма, қазіргі қойылымдар мысалы? Енді мен бір нәрсені айтайыншы. Мен осы театрда ұлым саған айтам деген дүние жасадым. Тұнып тұрған идеология сол. Елдің бәрі жаңағы рухани жаңғыру деп ұрандап жүрген кезде мен соның үлгісін көрсеттім. Ұрандаудың керегі жоқ, одан да үлгісін көрсетейік деп. Мен өзімнің баламмен келістім. Өйткені бұған себеп жаңағындай біз мұражайға барған кезде біздің қазіргі сіз айтып отырған жаңағы ақтап алғыңыз келіп отырған жастардың көбі ер-тұрманның не екенін білмейді. Кәдімгі қазақтың ер-тоқымын білмеймін дейді. Мен айтам, кеше ел басына күн туғанда ердің рухы болған ер-тұрман ғой. Егемендігімізді алғанда елдің құты болған осы ер-тұрман емес пе? Қазақ өз 6 жасында ашамайға отырғызып, 60-ында азаматын аттан сүрген халықпыз. Ал енді соны білмей жатқан балаларды не күтеміз болашағын? Мен сол өзімнің кешімде осы нәрсені тілге тиек етіп, осы дүниемен көп дүниені айттым. Рухани жаңғыру деп елдің бәрі жағы әр жерде концерт өткізіп, ақша алып, мен сол рухани жаңғырудың туын көрсеттім. Бұлай болу керек, мына ұрпақ қазір бұлай кетіп бара жатыр. Ұлттық тәрбиенің тізгінін қолға алайық деген нәрселер. Сонда балам екеуміз көп нәрсені біз ашып айтқан болатынбыз. Оның ішінде жаңағы жер сату мәселесі бар. Оның ішінде бүгінгі қоғамдағы жағы мен айтып жатқан қылмыс, ғалым қоғамның қимыл әрекетімен келіспейді, өмір сүретін кездеріміз бар деген. Оның ішінде жерді сату
қылмыс емес па? Қылмыс. Ал осындай дүниелеріміз көп қой біздің. Сол кеште қарыз алу мәселесін қарыз, бүгінгі жағы кредит, қарыз. Қарызға батқан қазақ екені рас па? Артық сөз айта алмайды қарызы бар адам қазір. Қорқады. Ол ішінде тек осы екеуі емес қой, көп нәрселер көтерілді мысалы. Кешегі мынау біздің әлі күнге дейін жөнді тойлай алмай, әлі күнге дейін ескірмей бір сол кісілер туралы жағымды бір дүние айта алмай жүрген алаштықтардың асыл идеясын қалай жалғастыру керек. Сол кісілер туралы да мысалы енді қазақтың кешегі адасқан көшін алға бастаған солларымыз емес пе? Сондықтан соның ішінде жаңағы Ахмет Байтұрсыновтың бір сөзі бар ғой өзі. Ұлттың ұлағаты қайда? Мәдениетте. Мәдениеттің ұлағаты әдебиетте. Біздің қазіргі мәдениетіміз қандай, әдебиетіміз қандай. Кейде баяғыда халықтың қаруы, халықтың қалқаны жазушылар, ақындар болады. Қазіргі біздің жазушылар ақындарға қарап кейде мен ұялып қалатын кездерім болады. Өйткені одақта 800-ге тарта жазушылар мен ақындар бар екен. Сол 800-нің жарысы демей ақ қояйын, бір 30-40-ы жиналып, бір жиын өткізіп, жаңағы сіз айтып атқан идеология жайлы, ұлттың арғы бергісі жайлы жиын өткізіп талқыға салып атқан мен ақын жазушыны көрген жоқпын. Жанды ауырта ма? Ауыртады. Қазір әркім өзін ақтап алуға тырысып, бірдеңе айта қойсаң, сол сөзіңді аңдып отырып, саған жабыла кететіндер көбейді. Өзінікі дұрыс болмаса да әйтеуір. Неге біз ақталуымыз керек? Неге біз керісінше соған жұмыс істемеуіміз керек? Міне мен солардың анализін шығарып беріп отырмын сізге. Егер сіздің бір жеріңіз ауырса, дәрігерге барған кезде, бауырыңыз ауырады екен, мынау асқынып кеткен, емдемесеңіз өлесіз десе, қалай жан таппай қимылдар едіңіз, қалай емдер едіңіз? Бүгінгі қоғамның дерті де сол сияқты. Біз қоғамды қалай емдеуіміз керек? Мәселе сұрақ осында. Қалай емдеуге болады? Ал жаңағы мен айтып жатқан ұлым саған айтам да, ол тұнып тұрған идеология. Мен осыны көрсеткен кезде өз көлеңкелерінен өздері қорыққан бәрі қашып, тіпті өзім кезінде қызмет еткен хабар телеарнасы болсын, ұлттық арна болсын, бәрі бас тартқан болатын түсіруден. КТК-ға да бардым, 31-ге де бардым, бәрі бас тартты. Сол кезде бір ғана канал осы, Алматы каналы, ол кезде Серік Әбікен бастық еді, сол Серік Әбікен түсіріп алды. Және елдің бәрі шошып жүрген кезде ол ешқандай қамықпай, тура 16 желтоқсан күні кешкі әдемі уақытқа сол менің кешімді қойған болатын. Ұлым саған айтамды, сіз 2015 жылы өзіңіздің 50 жасыңызда жаңа шығардыңыз ғой, осы мен моноспектакльді. Менің естуімше ол 2-3 рет қана қойылған ба театрда? Неліктен аз, неге басқа маусымдарда қойылмады? Жеңді айтып отырмын ғой. Қандай ешкім қорыққан шығар, артық айтады деген шығар. Мен ол жерде ешкімнің жеке басына тиіскен жоқпын ғой. Қазір мен жалпы айттым. Бүгінгі қазақ қайда бара жатқан, ұрпақтың қайда бара жатқанын айттым. Сөзім мен енді ол жерде бір жеке адамдардың басына тиісу емес қой. Бүгінгі қазақтың көші қайда бара жатыр, соны түзейік деген әңгіме айттым. Соңында жаңағы ұлым саған айтам, сенен басқа кімге айтамын? Жұдырықтай жүректі жұлқып алып, алқымыма тығылған мұңды айтамын. Ұлт болуды ұмытқан ұлды айтамын, жұрт болуды ұмытқан қызды айтамын, салт санамның саралтын сандығысың, сенен басқа ұлыма кімге айтамын дейді. Енді сол ұлымнан басқа кімге айтамын мен? Үйде ұрпақты осы бір қазақы болмыста біз әлгі Мұхтар ағамыздың сөзі бар мағауин, қазақ өзінің қазақтығын сақтап қалғандаған ұлт болып қалдық деп.
сол өзіміздің болмысымызды, қазақ екенімізді сақтай алмай жүрміз ғой. Мен енді көп сұхбаттарда мүмкін бәлкім қайталау болар, бірақ әсілінде қазақтай тектілік сақтап дүниенің сырын дәл ұққан халық жоқ. Өте текті халық болатын. Ал сол текті халықтан қазір әлгі Мұзафар ағамыз айтқандай, мәлім еді қазақтың тектілігі, тектіліктің бүгінде кетті құны деп жатырмыз. Қазіргі ұрпақ осындай болғанына өзі кінәлі деп айту да қиын ғой? Жоқ, мен ұрпақты кінәламаймын. Ол мен талай сұхбаттарым қайталау болуы мүмкін. Ол біз үлкендер айта алмадық. Үлкен жоқ. Айланып келгенде мен сұрағым, қазір біздің сұхбатымыз тағы да қайталау, бұл осыдан басқа сөз айта алмаймын деуі мүмкін. Мен талай осындай сұхбаттар болды. Тура осы сұрақтардың бәрін айналып, мына жағынан да, мына жағынан да әртүрлі жауап беруге тырыстым. Бірақ қанша қашсаң да айланып осы алдыңа келетін нәрсе. Біз енді ол әрине әлгі ақылшы жоқ болса ел азат дейді. Иесі жоқ болса жер азат дейді. Сол жол көрсететін алдыңғы буын ағалар болмай қалды ғой. Қайда кетті? Ол кісілердің бәрі жағымпаздықтың жарапазанын айтып, биліктің білегінен сүйіп, сол кісілердің сөзін сөйлеп жүр. Ал ақиқатты айтуға келген кезде үндері шықпай қалады. Мен өзімді бір батыр санап отырған жоқпын. Мен ертең ұрпақ алдында, балаларым алдында мен жауаптымын. Сондықтан мен айтпасам, ертең менің балаларым көзіме шықмай ма? Сол қоғамда, сол өмірде, сен де дәуірде өмір сүрдің ғой. Неге айтпадың десем, мен не деп айтамын? Қазір біз жаңа айтып отырмын ғой, әдемі сөйлей аламыз, әдемі сұхбат береміз, бірақ ісіміздің бәрі бөлек. Сөйтіп жұртқа әдемі көрінгіміз келеді. Ал енді осы нәрсені айтып шыға қалсаң, сенің аузың жабуға тырысады бәрі. Не қыласың, қайтесің деген нәрселер. Ұлттың ертеңгі сапасы бүгінгі өсіп келе жатқан ұрпақтың қолында. Намысымыз берік, рухымыз биік болсын десек, сол ұрпақта бұрынғы қазақтың өзінің ұлттық тәрбиесімен өсіруіміз керек. Ал қазір сол нәрседен адыра қалғаннан кейін біз жаңағы батыстың бүкіл дүниесіне болмаса жаңағындай айттым ғой, адамның осы бір жанын түршіктіріп иманын бұрус ететін дүниелер адамның жанын ауыртады. Сіз өз тарапыңыздан, өз салаңызға адал болып, осы ұлым саған айтамды не шығардыңыз, көпшілікке ұсындыңыз. Идеологияға қызмет ететін, қазіргі қоғамның осындай мәселелерін көрсететін тағы да бір туындылар шығару ойыңызда бар ма? Ойда бар, енді ол туралы жазылған біздің басқа да бір қалам ұстаған адамдардың дүниесі бар ғой, соларды көрсеткім келеді әрине. Бірақ тура жаңағындай болып қала ма деген қорқыныштың да бары шындық. Театр сүйер қауымға ұсынылып жатқан қойылымдардан біз жаңа рухымызды оятатын, тарихымызды танитын, және де осы идеологияға қызмет етіп жатқан туындылар бар ма? Және де біздегі Абай спектаклі енді тұнып тұрған дүниеміз бе. Мысалы, Жұлдызбек деген режиссеріміз Қара деген спектакль Абайдың қара сөздерінен құрды. Сол спектакльге келген адам әркім өзін көріп отырады, сол сөзін, Абайдың сөзінен. Біз қазір Абайды ұқпаған сияқтымыз да көп. Қазір халық деп айтпаймын, көп адам ұқпаған сияқты. Сондықтан сол ұғу үшін сондай дүниелерді көбірек көріп тұру керек қой деймін. Біз Абайды ұқсақ, біз басқаша өзгеретін едік. Біз сол Абайдағы кейіпкерлерге көбірек ұқсаймыз. Біз жүріп атқан Мағжан туралы біздің спектакліміз, мыңжылдық махаббатымыз болсын. Таңсұлу, Ғарифолла есімнің, ол да тұнып тұрған жаңағы біздің қазақта қыздарын қайсарлыққа тәрбиелейтін үлкен мағынасы бар дүниелер. Оның қайсы бірін атын тізіп атамыз енді. Ол әрине, өйткені театр деген ұлт мәдениетінің өзегі ғой. Тәлім мен тағылымның нағыз қайнар көзі. Тілдің, салттың, дәстүрдің көзі. Сондықтан ондай мысалы тарихи спектакльдеріміз, мысалы Томирис әлі жүріп жатыр. Басқа да тарихи спектакльдеріміз, оның бәрін тізбектеп айтудың керек жоқ шығар деп ойлаймын.
Соның бәрі тұнып тұрған еді. Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театрында қанша жыл болды қызмет етіп келе жатқаныңызға? 30 жылдан асты. Осы шаңырақта істеп жатқаныма мен енді студент кезімде келген. Сондықтан осы шаңырақтың төл баласымын деп айтсам болады. Енді осы шаңырақта сомдаған бір ең өзіңіз үшін ыстық бір рөліңіз бар ма? Енді бәрі ыстық болады ғой дегенмен де. Енді білмеймін, мен өзімнің әрбір образдарымды бөле жағып көрген жоқпын. Маған бәрі ыстық деп айтсам тағы сенбейсіз. Өйткені мен жасаған әрбір бейненің бәрі орны бар бейнелер болды. Әрқайсысының өзінің бағасы бар, әрқайсысы есте қалатын кейіпкерлер болды. Өйткені біз қазір театрда істейміз дейміз, театрда бірақ кейіпкер жасай алмай жүрген актерлар көп. Ал менің әрбір рөлім, ол менің кейіпкерім. Мен ұялмай бәрінің көзіне тура қалап айта аламын. Бұл менің мақтанып кеткендігім емес. Ал енді жай ғана рөл ойнап шыға салу деген ол бөлек нәрсе, ал кейіпкер жасау ол бөлек нәрсе. Сондықтан Аға, айтып беріңізші, жай ғана рөл ойнап шыға салу мен кейіпкер жасаудың екеуінің айырмашылығы. Мысалы, кейіпкер жасау деген қалай ол кейіпкер жасауға болады? Кейіпкер сен сол өзің жасайтын бейненің ішіне кіріп, содан мүлде бөлек адам жасау. Мен өзім ылғи сұхбатымда айтамын, актердің жай адамның бір ғана өмірі, осы актердің екі өмірі бар. Біреуі күнделікті өзімнің өмірім болса, екіншісі сол менің жаңағы айтып жатқан кейіпкерім, мен сонымен өмір сүремін. Кейде жатқан кезде де жаңағы айтып жатырмыз ғой, ой үстінде. Кейде маған айтады, түріңіз суық сияқты, сөйлеуге бата алмаймыз. Мен айтамын, ой үстінде жүрген адамның түрі солай көрінуі мүмкін, бірақ мен ондай бір қаталдық менің бойымда жоқ. Ал образ жасау, кейіпкер жасау деген ол үлкен еңбекті талап етеді. Ал мен жасаған бейнелердің бәрінің өзінің бағасын алғам, сондықтан ыстық деп жатқаным сол. Мен мысалы әлі күнге дейін жүріп жатқан Бесбойдаққа бір тойда Қырманбай шал, кешегі Болат Атабаев қойған Абылай хан спектакліндегі дивана рөлі, қазіргі мынау қойылып жатқан Қожа Насыр Тірекен спектакліндегі Қожа Насыр, болмаса Сергелдің болған серілердегі мен Нұрғай Ағабаевым, әрқайсысы әртүрлі. Оны театрдың тұрақты көрермендері жақсы біледі. Әр спектакль болған сайын менен бір жаңалық күтіп отыратын мен білем. Сондықтан әр спектакльде, әр рөлге кірген кезде мен ең алдымен соларға бүгінгі менің өзімнің көрерменнің көңілін үзіп алмауға тырысамын. Сонда кейіпкер жасау үшін басқа адамдарға да мән беріп жүру керек қой. Өйткені сіз ол жиынтық образ сияқты болады ғой. Өйткені сіз бір басқа, өзіңізден басқа кейіпкер жасап шығасыз ғой. Әрине, енді бұл мысалы анау ерте ғасырдағы тарихи дүниелерді мен тарихтан, кітаптан іздеймін. Ал бірақ қазіргі бүгінгі заманғадағы спектакльдер болған кезде мен күнделікті өзім қазіргі мынау автобуста, метрода кетіп баратқанда қоғамдық көлікпен жүріп, сол кезде адамдарға қараймын, соларға қарап отырамын. Кейбір білетін адамдар маған қарап күледі. Аға, сіз образ деп отырса, мен байқап отырмын деп. Сондай ғой, енді өмірде мен жасаған көп дүниелер, мысалы бір ғана біреуін айтайын, жаңағы мен айтып жатқан Нұрғай Ағабаев, Сергелдің болған серілер, енді Баққожа ағамыздың дүниесі кезінде Баққожа ағам сондай риза болып кеткен. Бір әдемі кейіпкер жасап, үйленбей қалған жаңағы доцент. Осы театрда бізде Амуров деген бір азамат істеген, орыстың өкілі. Өзі 2 дипломы бар, МГУ-ді бітірген адам өзі. Бірақ бізде жаңағы жарық беруші болып жүреді, өзі қарапайым жұмысшы, өзі кішкене қарны бар. Кейде киімдерін адам күледі енді. Трико киіп, галстук тағып алатын кездері болады. Бала қысқа жақ шалбармен мынандай қысқа. Мен алғаш рет жасап жүрген кезде Есмұхан аға маған айтады, қойшы, оқыған адам мынандай болмайды ғой, адам кішкене киіммен. Мен айтамын, аға қараңызшы, Амуров бізде МГУ-ді бітірген, одан кейін тағы университет бітірген. Киген киім қараңыз десем, сенің досы байқамайтының жоқ екен дейді. Сол сияқты ғой, ол енді
әртүрлі адам болады, әртүрлі тағдыр болады. Олардың тағдырының емес. Мен мысалы, ол бұрынғы менің кітаптарымда, сұхбаттарымда басылған. Мен мысалы Қайрат Сүгірбеков деген режиссеріміз тағы да сол Баққожа ағаның Өмірзая спектаклін қойған кезде мен жындыны бейнелеу үшін, өзім кейіпкеріме ену үшін мен 3 күн жындыханада болған адам. Сол кезде мен қонып жаттыңыз ба? Иә, сол кезде мен ол кісілердің тарихын мен таныстым. Оның ішінде ол жерде де түрлі тағдыр бар екен, оның үстінде де шын жынды емес, жағы желтоқсаннан кейін қызметтен босап қалмау үшін әкелерін апарып сол алаңға шыққан үшін сен қызметінен айырылатын болғаннан кейін сондай апарып қойған безбүйрек балалардың да сондай әкелерінің тағдырын көрген кезде сол жерде жатқан адамдардың жынданып кеткен, бірақ ешкімге зияны жоқ, соның ішінде әйтеуір жүретін. Алдыңа жетіп келіп, мен үйге қайтам ғой, айтшы балам деген кезде кәдімгідей жүрегім тоқтап қалатын кездер болды. Осындай жағдайлар болды мысалы. Мен оны кезінде Әшірбек ағам бұл туралы көп жазды ғой. Бекжан қатысады деген спектакльде әйтеуір соның бір нәрсе жасап шығатынына мен сенем. Екі көзім сонда отырады, әйтеуір таппайтын нәрсесі жоқ деп. Болат ағам да сөзі бар, ол туралы айтқан. Ол бір мен өзімді мақтап жатқандықтан емес, сіз жаңағы айтып жатқаннан кейін кейіпкерге қалай ену керек деп жатқан нәрсені айттым. Ал енді ізденген адам бұл табады ғой. Мысалы, кімнің басына кірді, мысалы, 3 күн жындыханаға барып, солармен бірге солардың тағдырын көріп. Сол кезде мен режиссер Қайрат деген азамат болатын, керемет. Менімен бірге барған, бірақ есіктен кіргеннен кейін жаңағындай бір адамның несін көргеннен кейін ағамен мұндай нәрсеге шыдай алмаймын, кешіріңізші деп бұрылып кетіп қалған болатын. Сондықтан ол жаңағы мен айтып жатқан кейіпкерлік бөлек, ал енді шығып алып жаңағы плакат дейміз ғой біз, геройды ойнап, сонымен мына геройды ойнадым деп өздерінің нелерін сондай сандармен толтырып жүргендер де бар. Ал мен театрды жақсы білетін, театрды жақсы көретін, көрермен жақсы білет, қандай образдар жасап, қандай кейіпкер жасап шығарғанымды. Енді кешегі кейіпкер мен бүгінгі кейіпкердің образы туралы айтып жатырмыз ғой. Қазіргі театрда осы қазіргі заманның болмысын көрсететін қойылымдар аз емес пе? Ондай енді аз болып тұр, бірақ соған әрекет етіп жұмыс істеп жатыр, қазір болашақта болып қалады деген ойдамыз. Ол үшін қазіргіні жазатын драматургтер керек, тапшы ма олар? Қазір тапшы болып тұр енді. Бар, бірақ енді көп емес. Қай біріне жетеді енді, әр театрдан заказдары бар шығар, тапсырыстары. Бірақ бізге көбірек керек қазір. Мысалы, бізде қазір қарап отырсаңыз, осы аудармамен айналысатын драматургтар жоқ та. Енді мынау көрші елге қарасаңыз, Ресейде бір Гамлеттің өзінің қаншама аудармасы бар. Бізде сол баяғы Әбіш ағаларымыз аударған, сол аудармамен тұрды. Неге соны қазіргі сіз айтып отқан, қазіргі жастар аудармасқа? Өйткені ол үшін оларға да жағындай жағдай жасалу керек, оның ақшасы болу керек. Ал ақшасы жоқ болғаннан кейін ешкім қызмет еткісі келмейді. Қазіргі театрға келіп жатқан жастарға, жас актерларға, актрисаларға көңіліңіз тола ма? Әуезовке ұмтылып жатқан жастар көп қой. Толатын да бар, толмайтын да бар. Не қылам жасырып. Әшейін театрға осы кіріп алып, мен Әуезов театрында істеймін деп, соң жағы бәрі кинода сол тезірек танылсақ екен деп танымалдылыққа қызмет етіп жүргендер де бар. Театрдан шықпай еңбек етіп жүрген жастар да бар. Сол екеуі де бар. Сондықтан мен мынау нәрсе бар, мынау нәрсе жоқ десем, ол менің арымасым болады. Сонда қазір көп актерлардың сұхбатын тыңдап жатсаң, кино мен театрды бөле жармаймыз дейді. Киноны өзімізше сүйеміз, театрды өзімізше сүйеміз, бірақ театрсыз да өмірімізді елестете алмаймыз деп айтып жататындар көп. Бірақ сіз мысалы бәрібір басымдық театрға бердіңіз. Театрдан қолыңыз босаған уақытта ғана телевизиялық жобаларға, фильмдерге түсесіз мысалы. Сонда сіздің ойыңызша мысалы театр мен киноны қатар жақсы көруге болмай ма? Екеуіне де адал болып қызмет етуге болмай ма? Келмейді. Уақыт келмейді. Қалай театрдағы жұмысыңыз тастап, мысалы театрда бір-ақ күн демалысымыз бар біздің, дүйсенбі, білесіз. Қалған күннің бәрінде спектакль. Оның
ішінде эпизодымыз бар, көпшілік сахнасы бар, басты рөл бар, сонымен жүресіз. Ал енді кино деген ол басқа бір жаққа әр жерде съемка болады, кетіп қалуды сұрап тұрады. Соң ол қаншаға созылады, оны білмейсіз қойсыз. Ал бізде соның бәрін қабыстырып жіберетін, ептілер алға шығып, естілер алтта қалған заман ғой қазір. Ебін тауып бәрін бүйтіп кетіп жасап жатады. Соң жаңағы тура өзіңіз айтқандай, экранның алдына келген кезде әдемі сұхбат береді. Екеуін бірдей алып жүр, екеуіне мен бірдей үлгердім дейді. Мен сенбеймін, ол екеуі бірдей алып жүрді. Сонда Қазақстанда екеуінде бірдей, екеуінде де озық болып жүрген актер жоқ? Жоқ. Міндетті түрде ол кинода бағы жамтыз, бұна жақтағы жұмыс ақсап тұр. Орнына адам салып, вод жасатып, тастап кетіп, болмаса жаңағындай кіріп алып, мен бір съемкам бар еді, менің спектакльдер мына кезге қойылсын. Ондайға менің арым жібермейді. Осындағылар бәрі біледі оны мен. Сондықтан оны қайтем, жаңағындай, ой, мен екеуін бірдей қатар алып жүрмін деген нәрсе еш жерде жоқ. Өтірік нәрсе. Шынымды айтайын. Театрмен қатар кино идеологияға, жалпы адам санасына әсер етуде енді үлкен күшке ие. Фильмдер арқылы осы жаңағы идеологияны насихаттау жөнінде сіз ойлап көрмедіңіз бе? Енді оны қазір түсіріп жатқан киноларды көріп отырсыз ғой, қандай? Біздің киноларды. Тарихи фильмдерде ақырындап келе жатыр ғой түсіріліп. Сіз Ахмет ұлт ұстазын көрдіңіз бе? Сіздер бір нәрсені осы айта бересіздер, мынаны көрдіңіздер ма, мынау не? Ол жерде де кемшілік көп. Оны да мақтап айтуға болмайды. Иә, жақсы, бұрынғы түсіріп жүрген сериалдарға қарағанда кішкене деңгейі жоғары. Неге? Өйткені ол жерде бюджет аз. Жөнді ақша төлемейді. Жөнді ақша төлемегеннен кейін режиссерлар әйтеуір қайыр тілеп, ана жерден, мына жерден сұрап жүріп, шамылдары келгенше өздерінің аттарын сақтап қалу үшін, киноның имиджін сақтап қалу үшін барын салады. Жөндеп соған ақша бөлінбегеннен кейін жөнді кино түсіре ма? Біз қазір кейде ойлаймыз, біздің айтып жүрген ұлттың тұлғаларының бәрін қазір ұятқа қалдырып жүрген сияқтымыз. Анау түсіп жатыр, мынау түсіп жатыр дейді. Соларды енді қайталап көруге тұратын кинолар бар ма солардың ішінде? Біз қызығып көріп отыратын, мынаны қайталап көрейікші деп. Шейхан ағам бір айтатыны бар еді ғой, қайталап оқуға тұратын кітап болса, ол рухпен жазылған деп. Сонда рухпен қойылған дүниелер бізде бар ма екен? Бар болса, біз неге қайталап соны көрмейміз? Болды, бір рет көреміз, арғай көрмейміз. Неге солай? Өйткені жаңағындай көп нәрсеге келген кезде қаражаттың тапшылығы. Сондықтан біз көп, мен Мұрат Есжанды білемін, ол көп ізденеді, көп оқитын, басқа режиссерларды көп оқиды, қазақтың дәстүрін, салтын жақсы біледі деп мен айта алмаймын. Бәрі орысша оқып, орысша сөйлеп, орысша түсіреді, соны қазақшаға аударады. Бұл не деген сөз? Бұл сонда қандай кино болады оны? Қазір бір тұшымды айтыңызшы маған, мына кино сіз қателесіп отырсыз деп айтыңызшы, қандай кино бар? Біз түсірдік, көп түсірді тұлғалардың, сол кісілер тұлғаларға арналған көп кинолар бар. Әйтеуір тарих балаларды таныту үшін андай дейді, оның ішінде де көп кемшіліктер бар. Мен сөйтіп түзелетін шығармыз деп өзіміз тағы да ақтап алғымыз келіп тұрады. Сол кемшіліктерді атап айта аласыз ба? Көп қой. Роза Бағланова туралы түсірді, Шәмішті, солардың бәрінде кемшілік деген жетеді. Нұрғиса туралы да түсіріп жатыр. Енді мен жаңағы айтып отырғаным сол ғой. Оның бәрін енді мынандай деп мен сізден айтып отырмын. Атап айтпай-ақ қойыңыз. Мен сізге айтып тұрған жоқ. Мысалы, Нұрғисаның мына жері, Шәмшінің мына жері дұрыс болмапты деп емес. Жалпы. Сіз жаңа бір ең негізгі кемшілігін айттыңыз. Сол фильмді жасаушылардың өзі, олар қазақ тілін, тарихын, дәстүрін дұрыс білмегендіктен, ол фильмнен де көрініс таппай жатады кейде. Ал басқа жағынан тағы қандай кемшіліктер? Басқа жағын айта алмаймын мен. Мен өзім ұлттық болмысты жақсы көретін, жақсы сыйлайтын адам. Сол бұрынғы кинолармен салыстырып қараңызшы. Бұрынғы киноларда қандай еді? Қазақтың өмірі бар еді. Ал қазіргі кинолардан қазақтың өмірін көре аласыз ба?
Ал жаңағындай орысша сөйлеп, орысша түсіретіндер қазақтың өмірін жасай ала ма? Қазір киноның бәрі боқтық. Аузына келгендерін айтады, соның бәрін экранға жіберіп қойып отырмыз. Ал идеология сол ма? Небір сорақы киноларды көріп отырмыз ғой қазір. Ол аздаяқ YouTube каналы ашылды. Оның ішінде тіпті адам ұялатын нәрселер бар. Ал енді сондай жаңағы кино, ол қандай идеология бізде? Жаңағы мен айтып жатқан жабайы, біз батыстық талғамға өте, батысқа өте кеткен. Кеше батыс бұл нәрсенің бәрінен өтіп кеткен. Қазір олар адами нәрселер түсіруге асығады. Ал біз сол кешегі олар өтіп кеткен нәрсені, баяғы экшн, айғай, төбелес, атыс, шабыс, олар олардан өтіп кеткен. Біз енді соған керек не ондай нәрсені. Болмаса кешегі қазақ киноларындағы өзіміздің ғұмырлы киноларымыз бар ғой, біздің осы киноларымыз, осы күнге дейін қызығып көресің. Балалар фильмі болсын, жаңағы менің атым Қожа болсын, Атаманның ақыры болсын, жаңағы балаларды патриоттыққа тәрбиелейік дейтін. Толы сол кезде кинолар, мысалы, біздің Қыз жібегіміз болсын, қандай еді. Қазақтың кәдімгі бір айнасы еді. Қазақ киносының. Сондай кинолар көп еді ғой енді. Неге сондай кино түсіре алмаймыз қазір біз? Ол жердегі бір мәтіндердің өзі бір жатталып қалып, сондай сөйтіп таралатын еді, иә, халық? Көркем сөйлейтін, сөздің көркемдігі қандай еді, қазақ сөзінің көркемдігі. Біз қазір көркем сөйлеу, көркем ойлаудан қалып баратырмыз ғой қазір. Өйткені кітап оқымаймыз, енжармыз. Біз қазір бұнау санамызды сайтанға билетіп қойдық десек, сол шығар. Телефонға байланып, сол интернеттен алып, интернеттен ол сананың толықтығы неде? Оқу, білімде? Тек қана білімде емес қой енді, сананың толықтығы. Сондықтан біз сол жағы идеологиямен қоса тұтас ұлтты біріктіретін ұлттық сананы жасауымыз керек. Сол кезде идеология болады. Қандай тұлғаларға фильм түсірілу керек деп есептейсіз? Енді қазір түсіріп жатыр ғой, енді кешегі біз ең бірінші айтатын сол алаштықтар ғой. Сол алаштықтардың бәріне шіркін-ай, анау түсіріп жатыр ғой басқа елдер. Қандай керемет түсіреді өздерінің тұлғаларын. Соған келген кезде енді бізде неге сол қаражатты аяқ қалды? Қай елдерді атап жатсыз? Орысы болсын, басқа мемлекеттердің бәрінде. Сіз өзіңіз қызығып көретін талай кинолар бар ғой енді. Қараңызшы, еврейлердің киносын қараңыз, американдықтарды қараңыз, немістерді қараңыз, орыстарды қараңыз, орыстардың өздерінің тұлғалары қандай ғажап түсіреді. Соның бәрі келген кезде қаражатқа тіреледі, соның кейін жағындай болмай қалған дүниелер, режиссерлар сол жағы қаражатпен байлай сап, мынау болмай қалды, мынау сөйттіреді. Енді иә, рас, мен енді сериалдарды айтып жатқан жоқпын, ал енді үлкен толық метрлі фильмдерді айтып жатырмын. Онда да біздің қазір кемшілік. Неге сол анау 90-шы жылдан бері қарай біз әлі бір сондай жарқ етіп қайта-қайта көретін, ой, мына киноны көрейікші дейтін бір кино көрмей жүрміз. Біз қазір енді 21-ші ғасырда өмір сүріп жатқандықтан, біз дәл баяғыдай ұлт болып кете алмаймыз ғой. Бізге осы біздің қоғамда қабылдай алатындай, біздің жаңағы жастарда қабылдай алатындай, оларға сіңетіндей бір соның ортасын табуымыз керек сияқты. Енді оны таппайсыздар ма енді соны? Неге менен сұрайсыз? Мен бұл нәрсенің бәрін айтып тастаған айналайын. Біз қазір сіздер бәріңіз жаңашыл бола қаласыздар, мына заман басқа деп, заманды өзгерген, заман ешқандай өзгерген жоқ. Өзгеріп жатқан адамдар. Неге сіз өзіңіздің қазақтың тәрбиесіне жерініп неге қашасыз? Жиіркенішті ма сізге? Мен де қазақтың тәрбиесінен қашып жатқан енді не, мен 21-ші ғасыр. Өткеннің өнегесінен үлгі алып, жаңаның биігіне ұмытылыңыз, болды. Өткенді ұмытсаңыз болды, болашағыңыз жоқ сіздің. Ал сіздер тек қана алып келесіздер де, бүгін заң басқа, жаман басқа, біз 21-ші ғасырда өмір сүре беріңіз. Бірақ кешегі сенің бабаларың салып берген, анау ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан мына кеудедегі битімдай қазақи ұлттық рухты сөндірмесеңізші. Біз отбасындағы тәрбиені жөндейікші қазір, отбасындағы. Бәрі тәрбиенің темірқазығы қайда? Қайдан басталады? Отбасынан бастап алады. Солай емес пе? Біз отбасымызда сол балаларды соған тәрбиелесек, отанды сүйгіштікке, ұлтты сүйгіштікке, қазақтың ертегілерін оқуға, қазір кітап оқитын бар ма осы балалар? Айтыңызшы маған. Ертегі оқып отырған баланы көрдіңіз ба қазір? Қазір бәрі телефон бар, балалардың алдына тастақ қойғанбыз. Жаңа мен айттым ғой, санамыз сайтанға келеді. Сол алып алады да жаңағы TikTok,
өткен Нұртөре ағамыздың бір айтқаны бар ғой, баяғыда тек-текпен тәрбиеленеді, қазір тик-ток тәрбиелеп жатыр деп. Сонымен өсіп жатқан ұрпақты қалай? Сол жерге сондай дүние жасайтын мамандар бар ғой, соны жасасын қазақша. Сіз маған айтасыз, мен қолымдан өтір, мен қолымнан келгенді жасадым, мен ұрамдап алаңға бармасам да, сол алаңда айтатын нәрсенің барын театрдың көзімен көрсетіп бергім, айтып бергім. Сол кезде қайда қалдыңыздар, неге құптамадыңыздар? Мұнан неге көрсетейік, мұнан алайық, сұрап алайықшы, өзінде бар ма екен деген сөздер болды ма? Сіздер келесіздерді жаңағындай осы бір сұрақтың астынан сұрақ іздеп, соның кейін ертең қиып алып, басқа бір нәрсе сөзден ілік іздеп отырасыздар. Өтірік емес қой. Қазір сондай бір сөз қуған заман болған. Ал ондай нәрсе маған ұнамайды. Одан да іспен көрсетіңіздер. Іспен көрсету үшін ең бірінші ол санаға сіңуі керек қой. Бұл ең бірінші талқылану керек. Не айтып отырмын? Ұлттық сананы. Мен сізге осы талқылау үшін осылай қойып жатырмын ғой, осы сұрақтарды мысалы. Дұрыс қой, енді мен жаңа сізге бағанадан бері айттым ғой. Мен жаңа сананы да айттым. Қазір бізге мынау сырты жалған, өтірік жалған сана емес, тұтас ұлтты біріктіретін сананы айтып отырмын. Қоғамдық сана неге байланысты? Дін мен дәстүрге байланысты, солай емес пе? Дәстүрді ұмытқан қазақтан қандай нәрсе күтуге болады? Кешегі жаңа мен айтып отырған, сіз айтып отырған алаштықтар не дейді? Құдайдан кейінгі қорқатын нәрсе не деген кезде дәстүрсіздік дейді. Түсінген қазаққа бұл үлкен дүние емес пе? Ал біз жаңағы, мен тамыры тереңде деп отырғаным сол. Біз қазір сіздің замандастарыңыз мысалы тұрмысқа шыққан балаларын қалай тәрбиелеп жатыр? Қазір сіз айтып жатқан 21 ғасырдың дүниесімен тәрбиелеп жатыр. Баланы емізуге болмайды, 40-нан шыққаннан кейін бөлек жатқызу керек, емшектен шығарып тастайды. Ауызға жармаған балада ұлттың сөзі бола ма? Айтыңызшы. Мен бағана кіндік туралы неге айттым? Кіндігін туған тоғпағына байлап, бақидың жолын бағыштаған бабалар ырымындағы дүниені. Ал енді анасынан ажырап қалған бала қандай болып өседі? Ал бұрын қандай еді? Бұрын атасының, апасының, шешесінің қойнында жататын. Ондай балалар мейірімді болып өсетін. Ал біз қазір сол мейірім деген ұлы ұғымның шырағын сөндіріп алдық қой. Озбырлыққа көп бой алдырдық. Оны неге мойындамайсыз? Тағы да ақтап алғыңыз келіп отыр ма? Заман бөлектеп. Жоқ, қазіргі заманға қалай лайықтап алуға болады, сол ғана. Қазіргі заман мен тұр ғой, қазақтың қағидасы тұр ғой, кешегі дала дәстүрінде болмысымыз тұр. Соған қараңыз болды. Кешегі Қасым ханның қасқа жолы дейміз. Тәукенің 7 жарғысындағы жасап берген дала дәстүріндегі заң бар ғой, соның бәрін ал демеймін. Соның үстінде керегін алыңыз. Түрмесіз далада қорасыз қой бағып, есігін ала жіп байлап, 6 айшылық жолға алаңсыз шығып кете берген қазақтың қандай еді? Ұрлық қарлықты білмейтін. Қазір не көп? Ұрлық көп, қорлық көп, зорлық көп, өсек көп. Осының бәрі геометриялық прогресспен өсіп бара жатыр. Бағанағы мен айтып жатқан сол дағдарыс, рухани дағдарыс деген осы. Қалай тоқтату керек? Ол үшін сіз біз қызмет етуіміз керек осыған. Құрып отырып алып сұхбат беріп, өсіп айтып отыру емес. Соның амалын қарастыруымыз керек, амалын жасауымыз керек. Мен амалын жасаудың үлгісін көрсеттім деп айттым ғой осында. Оны ешкім керек еткен жоқ. Бірақ оны керек еткен жоқ деп тоқтап қалмауға да болмайды ғой? Тоқтап қалмаған енді мен не істеймін? Анда көрсетпесе, мында көрсетпесе. Енді қайда баруым керек? Мен не істеуім керек? Қазір керекке жарайтындарды керек емейтін сондай бір кезең болып тұр. Керекке жарамайтындарды керек қылатын кезең болып тұр. Әр ата-ана үйінде, айналайын, сен үйде ғана біздің баламыз. Үйден шыққаннан кейін сен қазақтың баласың, қазаққа сөз келтірме деп айтып жатырмыз ба біз? Қазақты сүйеміз ба? Бүгінгі билік қазақты сүйе ма? Сүйсе неге қазаққа сөзіне құлақ аспайды? Неге тыңдағысы келмейді? Дәстүрімізді айттық, бірақ дәстүрмен дін қатар жүреді. Дінді ту етіп алып, оған арқа сүйектесек, діннің өзі даулы мәселеге айналып кетті да. Енді соңғы кездері осы дәстүрлі дін деп көп айтып жүрміз ғой. Осы мәселе тұрғысынан бір қысқаша тоқталып өтіңізші. Дін деген, егер шындап келетін болсақ, ол әлбір ақыл иесін бақытқа жеткізетін илахи жүйе ғой. Бірақ бізде қазір осы дінге тиіскішілерге бейіп кетті. Дінге тиісудің керегі жоқ, діннің ішінде ағымдар бар. Біз сол ағымға тиісуіміз керек қой.
Әйтпесе қазақ деген не деп айтты? Біздің ана үлкен кісілердің сөзі бар еді ғой, жаңылмасам Қонаевтың сөзі ғой деймін. Саясат күнде өзгереді, өзгермейтін бірақ нәрсе бар, мәңгілік, ол дін дейді. Ал аталарымыз сол құрметтің үлкен дінге деген құрмет болу дейді. Біз қазір ең бір құрмет көретін дініміздің өзінде дінге тиісетіндер табылды. Ештеңе қалмағанда енді дінмен алысып отыр. Діннің ішіндегі сол ағыммен алыссын. Оған сол бүкіл ол дінді қаралауға солай бола ма енді? Әлгі діні қалмағанның дымы қалмайды, онда қайғы тұрмайды деп, жаманшылықты көре-көре жанына батқаннан кейін айтқан шығар қайран бабаларым. Әйтпесе солардан қалған иман сарқыншақ ақиқатында қайтып келе жатқан болмаса, олар қайда, біз қайда. Ал енді дін ойнайтын нәрсе емес қой. Бұл кез келген ұлттың келбетін танытар үш қазығы бар. Тілі, ділі, діні. Осы үшеуінің амандығы елдің амандығы. Ал біз қазір отырып аламыз да, ерінбегеннің бәрі алсады, тіпті Құранның бетін ашып толық Құранды оқып шықпаған адамдар бірдеңені айтады, дінге қарсы айтады. Ал енді біз қазақ күнайын тілегінде, Құдайын жүрегінде құрмет тұтқан елміз. Қазақтың діні мен ділі өзі бөлек болады. Мен өзім сол жағы ұлым сағанда айтам, сақтан қалған салтым, ғұннан қалған ғұрпым, түркіден қалған жұртым бар, соның бәрін қазаққа байлаған елміз. Қазақтың діні мен ділі діңгегі ілімі әлгі жұрттан да ілгері болатын деп. Рас қой, біздің іліміміз ілгері. Ал енді біздің әлеуметтік тұрмыстық салтымыз, бітіміз, болмысымыз, анау ғасырлардан бері бабаларымыз сол ислам мен дінмен ұштастырып бәрін дәстүрді бізге жасап берді ғой. Сол дәстүрді керек етпей шыққан тағы да жаңағындай ағымдағы адамдар болды ғой. Дәстүрлерді керек етпей жатыр да қазақтың дәстүрін. Ол енді өздеріңізде куәсі болдыңыздар көп, жаңағы бір ғана мысал сөз айтайық. Апаларымыз о бастан жаңағы күнайын тілегінде, Құдайын жүрегінде құрмет тұтқан ел деп айтып жатырмын. Апаларымыз ай көрген кезде, ай туған кезде, я Құдай, ай көрдім, айдың амандығын бер, жылдың есендігін бер деп тілек тілейді. Айдан емес, Құдайдан. Соның өзін жаңағындай сол аналардың құрсағынан шыққан балалары безіп, сен ширік қосып жатсың, сен бүйтіп жатсың деп атадан, анадан безіп жатқан без бүйректері бар. Кімсің десе, әлхамдулилля, мұсылманмын дейді. Мұсылманмын деп айтады, қазақпын деп айтуға арланып тұрған адамдар көріп жүрміз. Бұл енді дінге байланысты емес қой, ағымға байланысты болып тұр ғой. Кезінде енді біз жағы тоқырау жылдары біздің Қазақстан шекарасы кімге ашылмады? Ұлы даланың ұлы мұрасының бәрін тонады ғой. Сол кезде жағы біз айтып жатқан руханиятымызды тонады. Шетелге барып оқыды, анда оқыды, мында оқыды, сол жақтың масқабын, сол жақтың несін алып келді, біздің қазаққа кіргізді. Анау болмайды, мынау болмайды, жаңағындай өсіп келе жатқан әлі оң солын білмейтін жастардың бәрін санасын улады да, солардың бәрі қазір сол бағытпен кетіп бара жатыр, ондай өте көп. Қазір бір күрестің бір түрі сонымен болып жатыр ғой енді. Сондықтан қазір дәстүрлі дін деп жатқан сол шығар, кешегі бабалар кейде иә, артығымен жағында бір ағымда жүрген біреулер әңгіме айтып жатады, бір уағыздар айтып жатады. Ол кезде мен өзім айтатыным бар, сендердің уағыздарыңнан гөрі тізесін бүкпей тік тұрып өлген менің аталарымның, бабаларымның уағызы маған қымбатырақ деп. Өйткені олардың берген уағызы маған бөлек. Ұлтты сүюдің, ұлттың не екенін, отанның не екенін бізге сол кісілер ұғындырды ғой енді. Отбасының не екенін. Ал қазіргілерде ондай отан деген түйсік жоқ қой. Олар болды. Бүкіл жер адам қорқақ, отан деген немене деп әңгіме айтатын адамдарды да көріп жүрміз. Бірақ осының бәрі осында ағымдағы адамдарды көріп дінге тиісуге бола ма? Ал ендеше кешегі біздің алдыңғы бұн ағаларымыз бекер айтқан жоқ қой, дін ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің дейді. Ақселеу ағаның ба айтқаны бар еді. Қазір бәрі заңнан қорқап, заңға жөнелтеді.
Ал халықты сақтап қалатын осы заңнан да жоғары нәрсе ол дәстүр дейді. Салтымыз дейді. Шынында да солай еді ғой. Кішкентайынан тегей деп өсірген, артық сөз айтқызбайтын, үлкеннің алдын кестірмейтін. Тіпті біздің қазақта дүние ғой, мысалы, ұлдарын айбарлы, қыздарын жайдарлы қылып өсірген халықтың келіндері де сондай болды. Келіндері қандай еді қазақтың? Ақселеу ағаммен бір сапарлас болдық, Атырауға бардық. Сол кезде Ақселеу ағам айтып еді, Бекжан, кейде тойда көп жүресің, құдалықта жүресің, көреміз, білеміз. Саған бір керегі болып қалар әңгіме деп. Мен сендер кезінде көрдіңдер ме, осы кеңес кезінде тоқалтам болатын. Мынандай шатыр жоқ, тоқалтамда тұрдық деп. Мен айттым, бізде оның жет жағасын көріп, тоқалтамда көргенбіз деп. Сондай тоқал тамда үйде тұрамыз, арқада. Соның мына шілденің шіліңгір ыстығында күн қатты ысып кетеді дейді. Сондай кезде ыстықтан қашқан бақашаян жағы суық іздеп үйге кіріп алады. Сондай жағы жеңгемнің айғайлаған жанұшыра дауысы естіледі дейді. Барсаң, не жылан кіріп кетеді, не бақа кіріп кетеді, соны қышқашпен қысып алып тастайтынбыз. Бір күні домбыраға тиек жонып отырсам, дағы жағындай айғай болды. Жанұшыра жағы қышқаш таласап жүгіріп барып, қайда десем, не қайда деп. Не кірді деп сөйтсем, іштен келмес дейді. Қарасам, қолымда әкемнің тоны тұр дейді шеге. Мынаны қағып берші қайдым деп. Сол жерін далаңда жүріп көрген кәдімгідей, менде бір көңілім болбай, сөзің құрсын, сөзің құрғыр. Өзің қағатын не ғой, маған не айтсың деп кетіп баратсам, дауыс кішкене қатқылдау шықты дейді. Сон бұрылып, не деп сөйтіп едім, жымиып бетіме қарап айтты дейді. Көп оқитын шығарсың, көп нәрсені білмейсің ғой қайным. Мен мынау атамның тонын сілкеуден ұялып тұрмын, атамның жағасынан алғандай болам ғой деп айтты дейді. Көрдіңіз бе, қазақта қандай келіндер болған? Қазақтың әйелдерінің қасиеті қандай болған? Өзі айтады ғой, қазақ әйелінің қасиеті қайелдігінде емес, әйелдігінде дейді. Ал жаңағы біз айтып атқан бағана ғой, бастан әлгі мен айттым ғой, бесік туралы. Мұхтар өзі сол бесікпен бірге өзінің сөзі бар. Бесіктен бұрын әйелдің қалын түзі дейді. Бүгінгі біздің әйелдеріміздің қалы қандай қазір. Осының бәрі жаңағындай қазақтың бойындағы бар инновация, мысалы жағы ат тергеу деген, оны да Шерхан ағамен мен алғы, ол өзі бір кем дүние деген кітабында да бар. Ол алдында мынау дүниені айтып берген маған. Бір Сенатта демалыс кезекті демалыс алып ауылға бар. Сол ертең-ерте тұрып алып, Тәңіртауға қарап, таза ауа жұтып рахаттанып отырсам, көшенің бойынан жас келін өтіп баратыр екен, иіліп сәлем берді. Ой, айналайын, көп жаса, бақытты бол. Кім келінісің деп едім, Алла бергеннің келінімін ата деп айтты дейді. Бақытты бол, айналайын деп. Соны отырып ойландым. Біздің ауылда Алла берген деген адам бар ма еді өзі деп. Ой түбіне жете алмай, содан келгенімде түсте бір ағайындар үйіне қонаққа шақырып барсам, бағанағы келін сөйерде жүр екен дейді. Содан бір ағайын шақырып алып, анау кімнің келіні деп сөйтсем, ойбай аға, кәдімгі өзімді Құдай берген ағаның келіні ғой. Көрдіңіз бе, қазақта осы ат тергеу деген ғой енді бұл. Бұл қазақты парасатты келіндердің туған дүние емес пе осы деген. Сол десінде айтады Шерхан аға әлгі. Бір қазақтың келіні оның ар жағынан атып шығып, атасын айғайлап жатыр дейді. Ата, сарқыраманың ар жағында, сылдырманың бер жағында, маңыраманы ұлыма жарып кетіпті, жанаманы білемеге жанып беріп жеріңші деп. Бұлай қарасаңыз енді жаңылтпаш қойын, сарқыраманың ар жағы, сылдырманың бер жағы, маңыраманы ұлыма жанып кет, жанаманы білемеге жанып жеріпті. Сөйтсек ол келінің дейді жағы, Қойшыбай, Қасқырбай, Өзенбай, Қамысбай, Қайрақбай, Пышақбай деген аталары болған екен дейді. Соның біреуін атын атамай жағы Сарқырама деген өзен дейді ар жағы. Сылдырманың бер жағы деген Қамыс дейді сылдырмасы. Маңырама демеген жағы қой, ұлыма дегені қасқыр, жанама дегені пышақ, білеме дегені қайрақ. Көрдіңіз ба, бұл деген қазақтың келіндерінің қандай қасиетін көрсетіп тұр мына сөз. Неге осының бәрі ұлттың бойынан қазір үркіп кетті? Кей жерде сақталған, я жаңағындай ат тергеу атмен аталмайды, бірақ көп жерде бұл жеткізіп айта саламыз ғой. Осының бәрі біздің қазақтың болмысымыздағы жаңағы айтып атқан әдемі дүние емес пе еді? Неге біз соны бүгінгі күнмен ұштастырмаймыз? Неге біз сөйтіп айта алмаймыз? Неге солай істемейміз?